Сәлем достым, бүгінгі тақырып есею деп аталады. Қалай есею? Есеюдің қандай белгілері бар? Қоғамда қазір естілетін тақырып қаршадайынан технологияға жүйрік, бесіктен белі шықпай жатып, компьютерді жақсы меңгереді. Қазіргі жастар тез есейген, тіпті 7-8 жастағы қыз баланы дүкенге апаратын болсаң, дүкен сөрелерінен өзіне сай емес үлкен ересек қыздардың киім үлгілерін таңдайды. Тіпті махаббат темасы өздерінің араларында ашық талқыланатын болды деп ата-аналар хаос болып жатыр. Ата-аналардың тарапынан хаос болып жатыр. Енді кейде ата-аналармен сұхбаттасқанда ата-аналар айтады, оқыттық, енді оқытып бітіргеннен кейін университетке түсірдік, одан кейін машинасын алып бердік, үйленем деді, үйлендірдік, той жасап бердік, енді кредитімізді төлейміз ба дегенде жылда немере бағып отырмыз. Сөйтіп өміріміз, уақытымыз өтіп жатыр. Менің сұрағыма, бала өзі 18-ден кейін бөлек кету керек, сепарация болу керек ата-ана мен баланың арасында. Ол бала жастайынан өмірге бейімделу керек, өзінің балаларына жастайынан отбасылық қоғамға сіңіп кету керек дегенде, тіпті немерелерім тұрмақ өзінің басын алып жүре алмайды. Мен оны қалай бөлек шығарамын деген ата-аналардың тарапынан осындай әңгіме естіледі. Енді 12+, 14+ балаларды бойы ұзарды, мұрты шықты, білегі жуандады деп, оны есейді деп айту әлі ерте. Ол есейген емес, ол физиологиялық жағынан пісіп жетілді деген сөз. Адамның 3 қабаты болады: физиологиялық, психологиялық және рухани қабаты. Егер де баланың тек қана физиологиялық жағы пісетін болса, оған психологиялық және рухани қабаты жетілмеген болса, онда бала толық адам қатарына, толыққанды адам тарапынан қатарына құндылығына құйылды деген сөз емес. Енді баланы есейді деп еркіне жіберу де дұрыс емес. Еркіне жіберу, не істесең ойыңа соны қандай келсе, мен саған мүмкіндік бердім, барды жасай бер деу де дұрыс емес. Балаға жастайынан жауапкершілікті қоса беру керек. Еркіндік пен жауапкершілік екеуі тең болған жағдайда ғана баланы есейді деп айтуға болады. Енді жауапкершілікті қалай береміз деген сұрақ туындайды. Жауапкершілікті кішкентай кезінен, мысалы, тісіңді жу, денсаулығың сенің қолыңда. Өзіңнің денсаулығы өз қолыңда, сөрелерің таза тұруы сенің жұмысың. Үйің таза ауасы шығып тұруы, мусорларды төгу сенің жұмысың. Балабақша жақын болатын болса, бауырыңды алып келу сенің жұмысың. Нанды барып алып кел дүкеннен, ол сенің жұмысың деген сияқты осындай майда-шүйда жұмыстарды баланың мойнына жастайынан үйрете беру керек. Бала өзі түсіну керек. Мен жауапкершілікті алып жатырмын деп.